неміс тілінде өз-өзіңді алғаш рет таныстырғанда, әсіресе достар арасында, өзіңіздің жасыңыз шамалас арасында таныстырғанда осы сөйлем өте жиі кездеседі. Ich bin Anna, мысалы. Ich bin Anna, мен Аннамын. Сіздер осы Аннаның орнына өздеріңіздің есімдеріңізді қойып жаттықсаңыздар болады. Бұл жерде ich деген мен деген сөз. Бен деген бұл грамматикада біз кейінірек өтеміз. Сіздерге қазір дәл бар болғаны осы сөйлемді жазып алып, оның транскрипциясын жазып және аудармасын жазып алу қажет. Бұл жерде мен сіздерге Аннаның орнына өз есімдеріңізді қойып үйренуге кеңес беремін. Мысалы, менің есімім Ich bin Айжан. Ich bin Айжан. Келесі дәл осы сөйлемге мағынасы жағынан өте ұқсас өзіңді таныстыру түрі Ich heiße Anna. Ich heiße Anna. Менің атым Анна. Бұл жерде ich деген мен деген сөз. Heiße деген мені атайды деген мағынаны білдіреді. Бұл етістікті сәл кейінірек біз өтеміз. Аннаның орнына жаңа мен айтқандай өз есімдеріңізді қойып жаттықсаңыздар болады. Мысалы, менің жағдайымда бұл Ich heiße Айжан болады. Ich heiße Айжан. Бұл жаңағы сөйлемде көбінесе бейресми ортада көп айтылады. Ал егер мысалы жұмыс орнында, ресми ортада өзіңізді таныстыру керек болса, көбінесе осы сөйлемді қолданған дұрыс. Mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. Менің атым Анна. Бұл жерде mein деген менің деген сөз. Name яғни атым. Ағылшын тілінде name деген сөз бар, соған өте ұқсас, бірақ неміс тілінде оқылуы name. Аннаның орнына өздеріңіздің есімдеріңізді қойып жаттықсаңыздар болады. Мысалы, мен Mein Name ist Айжан. Mein Name ist Айжан деп танысамын. Бұл ресми ортада, жұмыс орындарында жиі айтылады. Енді осы өткен үш танысу түрін тағы бір қайталап өтсек, Ich bin Anna, ich heiße Anna, mein Name ist Anna. Үшеуі де бір мағынаны білдіреді. Менің есімім Анна дегенді білдіреді. Тек жаңағы айтып өткенде алғашқы екеуі көбінесе достар арасында бейресми ортада айтылса, соңғысы жұмыс орнында ресми ортада көбінесе айтылады ресми түрде. Өздеріңіз байқап отырғандай, mein Name ist Anna. Менің есімім Анна дегенді білдіреді. Енді біз фамилияға тоқталайық. Фамилияны айтуды бұл жерде Mein Familienname ist Müller. Mein Familienname ist Müller. Менің фамилиям Müller. Müller деген фамилия Германияда өте жиі кездесетін фамилия. Бұл жерге сіздер өздеріңіздің фамилияңызды қойып жаттығуға болады, меңгеруге болады. Енді қарап отырсаңыздар, бізде мысалы фамилиям деген сөз бар, менің тегім, яғни фамилиям. Бұл сөз, фамилиям деген сөз, қарап тұрсаңыздар, өте халықаралық сөз. Неміс тілінде де осы сөз бар. Мысалы, Familienname, осындағы фамилиен деген отбасы деген сөз. Отбасы, Name деген аты, яғни отбасының аты деген мағынаны білдіреді. Бұл осындай күрделі екі сөзден құралған күрделі сөз. Бұл сөзді айтқан кезде ортасынан бөліп айтқан дұрыс, себебі айтуға жеңіл болады. Мысалы, Familienname. Mein Familienname ist Müller. Түсінікті деп ойлаймын. Енді тағы жиі қолданылатын түрі Mein Name ist Anna Müller. Mein Name ist Anna Müller. Аты жөніңізді қатар айту керек болса, осы сөйлемді қолдансаңыз болады. Mein Name ist, ары қарай өзіңіздің есіміңізді және фамилияңызды айтасыз. Менің аты жөнім, ары қарай есіміңіз бен фамилияңыз.
Енді сізден қай елден келгеніңізді сұрап жатса, онда осы сөйлеммен жауап беруге болады. Ich komme aus Казахстан. Ich komme aus Казахстан. Мен Қазақстаннанмын. Ich деген мен деген сөз, иә. Komme aus деген, komme деген келгенмін. Aus деген Қазақстаннан деген жұрнақ, қайдан деген сөздің жұрнағы. Жалғау жұрнағы неміс тіліндегі. Қазақстанның орнына сіздер кез келген елді қоюға болады, немесе қалаңызды да қоюға болады. Мысалы, Ich komme aus Алматы. Ich komme aus Астана. Ich komme aus Семей. Солай өзіңіздің қалаңызды, еліңізді айтып жаттығуға болады. Енді қазір қай қалада тұрып жатқаныңызды айту керек болса, мына сөйлеммен жауап беруге болады. Ich wohne in Астана. Мен мысалға Астана қаласын алдым. Мен Астанада тұрамын. Сіз мысалы Алматыда тұрып жатсаңыз, Ich wohne in Алматы, да? Ich wohne in Берлин. Ich wohne in Мюнхен. Мюнхенде тұрамын. Яғни, бұл жерде де өзіңіздің қалаңызды қойып жаттығуға болады. Ich деген мен деген сөз, wohne деген тұрамын деген сөз, in деген бұл орыс тіліндегі мысалы в деген в Астане, в Алматы деген жұрнақ, соның немісшесі in. Бұл ағылшын тілінде де дәл осындай жаңағы жұрнақ немесе жалғау бар. Келесі, мысалы адамдармен танысқан кезде көбінесе сізден қай тілде сөйлейтініңізді сұрайды, сол өте жиі кездесетін сұрақ. Себебі сіздің қай тілде сөйлегеніңізді білу арқылы сізбен қай тілде жеңіл түрде қарым-қатынас жасау керек екендігі түсінікті болады. Осы сұраққа жауап беру үшін мысалы мен қазақ және орыс тілін мысалға алдым. Ich spreche Kasachisch und Russisch. Ich spreche Kasachisch und Russisch. Мен қазақша және орысша сөйлеймін. Ich деген мен деген сөз, spreche деген сөйлеймін деген сөз, Kasachisch бұл қазақ тілін білдіреді, Russisch орыс тілін білдіреді, und деген және деген жалғау, und. Енді қазақ және орыс тілдеріне қосымша сіз басқа тілдерді білсеңіз, мысалы English да, ағылшын тілі, Spanish, Turkish, онда осы тілдердің орнына немесе жалғастырып жазуға болады. Келесі сөйлем дәл осы алдыңғы сөйлемге өте ұқсайды, мағынасы жағынан қай тілде сөйлейтіндігіңізді білдіреді, тек басқаша түрі. Ich kann Kasachisch und Russisch. Ich kann Kasachisch und Russisch. Мен қазақша және орысша сөйлей аламын. Kann деген могу деген сөз. Ich деген яғни мен. Орыс тілінде мысалы мынандай сөйлем бар, я могу говорить на казахском и на русском. Сол сияқты can деген сол могу деген сөздің немісшесі. Істей алу, сөйлей алу деген сияқты. Сонда Ich kann Kasachisch und Russisch деп жауап беруге болады. Келесі адамдармен танысқанда тағы бір жиі қолданылатын сөйлем, ол өзіңіздің жасыңызды айту. Бұл жерде мен 17 жастамын деген мысалды алдым. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin 17 Jahre alt. 17-нің орнына сіздер өзіңіздің жасыңызды қойып айтып үйренсеңіз болады. Біз өткен сабақта сандардың барлығын өттік. Соған сәйкес сіздер өзіңіздің жаңағы жасыңызды қойып меңгеруге болады. Не себепті мен яры альтты жақшаға алдым? Себебі күнделікті өмірде Германияда Ich bin 17 деп қысқаша түрде ғана айта салады қолданыста. Яры альт деген көбінесе жаңағыда жұмыс орнында, ресми ортада айтылады. Ал жай ғана өмірде қысқартып айту кең таралған. Ал мына сөйлем, мысалы,
сіз мектепте оқитын оқушы болсаңыз, өзіңізді таныстырған кезде айтасыз, мысалы мен оқушымын деген. Соның немісшесі их бен шулер. Их бен шулер. Егер сіз оқушы ер бала болсаңыз, шулер деп айтасыз. Их бен шулерин. Их бен шулерин, оқушы қыз бала болсаңыз. Неміс тілінде феминин, маскулин деп екіге бөлінеді. Жаңағы маскулин деген ер адамдарды айтады, феминин әйел адамдарға қатысты. Сонда мысалы орыс тіліндегі мужской род, женский род деген сияқты, сонда шулер деген бұл оқушы ер баланы білдіреді. Ал оқушы қыз баланы немісше айту үшін оған ин жұрнағы жалғанып шулерин болады. Их бен шулерин. Ал егер сіз университетте оқитын студент болсаңыз, бұл жерде де сонда екі түрі бар айтылуының. Их бен студент, их бен студент, их бен студентин, их бен студентин. Сонда бұнда қарасаңыз, студент деген студент ер баланы айтады. Студентин студент қыз баланы айтады. Солай неміс тілінде жаңағы мектеп оқушысы, студент, сосын мамандықтардың түрлері де солай екі түрде жаңағы нұсқасы бар. Ер адамдарға қатысты, сосын әйел адамдарға қатысты. Көп жағдайда олардың жаңағы түбірі бірдей болып келеді, тек соңында әйел адамдарға қатысты болғанда ин жұрнағы жалғанады. Мысалы, мамандыққа қатысты бір мысал келтіріп өтейік. Мен мысалы дәрігермін деген мысалды алдым. Их бен арст. Их бен арст. Мен дәрігермін. Ер адамға қатысты. Их бен әртстен. Их бен әртстен. Мен дәрігермін, бірақ әйел адам айтады. Сонда артсқа ин жұрнағы жалғанып, сосын мына жердегі түбірінде бірінші әріп мына жерде а болып айтылса, мұнда болып айтылатын болып, умлаут болып өзгереді. Сондай айырмашылықтары болады неміс тілінде. Бұл жерде сізде өзіңіздің мамандығыңызды қойып өзгертуге болады. Мысалы, интернеттен қарап, сіздің мамандығыңыз мұғалім болсаңыз, сатушы болсаңыз, немесе университетте профессор болсаңыз, олардың өзінің немісшесі бар, соны қойып айтып үйренуге болады. Келесі сөйлем бұл өзіңізді таныстырудың түрі. Мұнда жаңағы отбасылық жағдайыңызды айтады. Егер үйленбеген болсаңыз, тұрмысқа шықпаған болсаңыз, их бен ледих. Их бен ледих деп айтасыз. Бұл жерде их деген мен, ледих деген жаңағы үйленбегенмін, тұрмысқа шықпағанмын деген мағынаны білдіреді. Басым бос деген мағынаны білдіреді. Менің басым бос деген мағынаны. Ал егер үйленген болсаңыз, тұрмысқа шыққан болсаңыз, онда их бен verheiratet. Их бен verheiratet. Яғни мен үйленгенмін, мен тұрмыстамын деген мағынаны береді. Келесі тағы да осы адамдармен танысқанда біз өзіміздің баламыз болса, бар жоғын айтамыз, сол айту кең таралған. Мысалы, бір балаңыз болса, ich habe ein Kind деп айтасыз. Ich habe ein Kind. Менің бір балам бар. Бұл жерде ich деген мен, habe деген бар деген мағынаны білдіреді. Kind деген, kind неміс тілінде бала деген сөз. Сіздер білесіздер, ағылшын тілінде kid деген бар, сөз бала дегенді білдіреді. Соған ұқсас, бірақ бұнда kind. Неміс тілінде ein деген ол осындай сөздердің алдында келетін грамматикалық артикль. Біз оны сәл кейінірек өтеміз. Қазір жалпы осылай жазып, жаттап меңгеріп алсаңыз болады. Ал егер бірнеше балаңыз болса, мысалы мен 2-3 балаға мысал келтірдім. 2 бала, 3, 3. Kinder деген жаңа біз алдында kind деген ол жекеше түрі. Ал kinder деген
бұл көпше түрі. Бұнда жаңағы kindқа және жаңағы қосылып kinder деп кинде деп оқылады. Осындай көпше түрін жасауға болады. Сонда ich habe 2 Kinder, ich habe 3 Kinder деп айтуға болады. Менің 2 балам бар, 3 балам бар. Ал егер сіздің 4 немесе 5 балаңыз болса, сол сандарды мына жерге қойып, өзіңіз айтып жаттықсаңыз болады. Келесі, ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Менің балам жоқ. Балаңыз жоқ болса, осылай жауап беруге болады. Бұл жерде Kinder деген балалар деген сөз. Keine деген, яғни ешқандай деген мағынаны білдіреді. Менің ешқандай балам жоқ. Keine деген бұл осындай жаңағы болымсыз жаңағы зат есімді болымсыз түрге айналдыратын неміс тіліндегі артикль болып табылады. Оған да біз кейінірек грамматиканы өткенде тоқталамыз. Ал қазір тек осылай аудармасын, оқылуын меңгеріп алсаңыз болады. Енді тағы бір осы адамдармен танысқанда жиі қолданылатын сөйлем, ол өзіңіздің хоббиіңіз туралы айту. Хоббиіңіз, қызығушылығыңыз туралы айту. Мысалы, meine Hobbys sind Fußball spielen und Bücher lesen. Meine Hobbys sind Fußball spielen und Bücher lesen. Яғни менің хоббим футбол ойнау және кітап оқу. Бұл жерде hobbies деген ағылшын тіліне ұқсайтын сөз. Hobbies деген хоббиларым деген көпше түрі. Хоббидан шыққан, жалғаны көпше түрі. Meine деген менің деген сөз. Менің хоббиларым бұл жерде футбол spielen, футбол ойнау, und деген және деген сөз. Bücher lesen, Bücher деген кітаптар деген сөз. Lesen оқу. Менің хоббиім футбол ойнау және кітап оқу. Сіздер өздеріңіздің жаңа қызығушылықтарыңызды, хоббиларыңызды мына футбол spielen мен Bücher lesen орнына қойып, осындай сөйлем құрау арқылы өзіңізді таныстыруды, өзіңіз туралы айтуды үйренсеңіз болады. Ich bin Anna. Ich heiße Anna. Ich heiße Anna. Mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. Mein Familienname ist Müller. Mein Familienname ist Müller. Mein Name ist Anna Müller. Mein Name ist Anna Müller. Ich komme aus Kasachstan. Ich komme aus Kasachstan. Ich wohne in Astana. Ich wohne in Astana. Ich spreche Kasachisch und Russisch. Ich spreche Kasachisch und Russisch. Ich kann Kasachisch und Russisch. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Schüler. Ich bin Schüler. Ich bin Schülerin. Ich bin Schülerin. Ich bin Student. Ich bin Student. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ich bin Ärztin. Ich bin Ärztin. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind. Ich habe 2 Kinder. Ich habe 3 Kinder. Ich habe 2 Kinder. Ich habe 3 Kinder. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Meine Hobbys sind Fußball spielen und Bücher lesen. Meine Hobbys sind Fußball spielen und Bücher lesen.